Жақында Қазақстан Республикасы ұлттық мұрағатында Дін істері комитетінің ұйымдастыруымен діни бірлестіктердің кезектен тыс отырысы өтті. Іс-шара елордамыздың 20 жылдығын мерекелеуге Астана бейбітшілік пен келісімнің рухани ордасы тақырыбына орайластырылған. Елорданың 20 жылдық мерейтойын баршамыз асыға күтудеміз. Осы мақсатта Дін істері комитеті діни бірлестік өкілдерінің жиынын өткізуде. Астана бейбітшілік пен келісімнің рухани ордасына айналып үлгерді. Осыдан 20 жыл бұрын кең дала болған аймақ бүгінде алып қалаға айналды. Бұл елбасымыздың көреген саясатының жемісі деп білуге болады. Астана аз ғана уақыт ішінде халықаралық диалог алаңына айналып үлгерген алып шаһар. Бұл туралы діни бірлестік өкілдері айрықша атап өтіп, елорда күніне орай бірлескен құттықтауларын жариялады. Мемлекеттің біздің алдымызға қойып отырған міндеттерінің бірі және маңыздысы бұл елімізде қызмет атқарып отырған діни бірлестіктермен, конфессиялармен өзара әрекеттестікте, өзара сенімде жұмыстар атқару. Жалпы жоспарланып іске асырылып отырған кез келген шараларда біздің діни бірлестіктердің елімізде қызмет атқарған басшыларын, өкілдерін көптеп кездестіруге болады. Бұл жалпы қазіргі күндегі мемлекеттік конфессиялық қарым-қатынастардың өте бір нәтижелі екендігін көрсетеді. Бүгінгі іс-шараның тақырыбына келетін болсақ, әрине бұл ең бірінші бүгін еліміз көлемінде іске жалпы тойланғалы отырған Астананың 20 жылда қарсаңында өткізіліп отыр. Бүгінде елімізде діни ахуал тұрақты. Бұл мемлекетіміздегі діни бірлестіктер жұмысының жемісі. Астанада осыдан 20 жыл бұрын жалғыз ғана мешіт болса, қазіргі таңда олардың саны 9-ға жетіп отыр. Елорда медреселерінде де жемісті нәтиже көп. Осы уақытқа дейін білікті 2000 имам дайындап шығарған. Қазіргі уақытқа дейін Астана қаласында Аллаға шүкір үлкен 9 мешіт бар, және де бір медресе бой көтерген, және де имамдардың, діни мамандардың білімін жетірілетін имамдар институты ашылды. Осы тұрғыда осы үлкен 10 рухани мекеме Астана қаласының руханиятына көптеген өз үлесін қосып келе жатыр. Соның елеулісі әрине ол мақтанышпен айтатын Астана қаламыздағы әсем, өте көрікті Орта Азия еліндегі елеулі мешіттердің бірі ол Әзірет Сұлтан мешіті. Әзірет Сұлтан мешіті салынғанына 5 жыл болғанмен де осы уақытқа дейін көптеген халықаралық өкілдерді, халықаралық делегацияларды қабылдап, көптеген рухани шаралар өткізіп, күнделікті жұмысын осылай жандандырып келе жатыр. Астана еліміздің жүрегі, мәдениет пен өркениеттің ұштасқан орны. 50 жылда ел жаңа дейді дана халқымыз. Ал бұл уақыттың жартысына жетпей жаңғырып үлгерген елорданың алар асулары әлі алда. Санат Ілияс, Жарқынбек Тоқби, Астанадан.